Biz amalsızdan soğuş aşırı мәжбүр oldu. Bu жерде қорытындыда, яғни заң бұзылған жағдайда тәртіпті орнату үшін, яғни күш қолдану бізде бұрыннан тарихи мысал болып келеді. Түсініп тұрайық. Келесі кезінде біз Сақшыға сылтау іздеп, өзіне тұрмысқа шығуға ұсыныспен маған ерекшелік күш берді. Мен оған келіспедім. Кел патша жараны жиі өтіп, бізге қарай әскермен жорыққа шығады. Оған қарсы өз онсыз бағытта әскермен қаруды біреумен жеңген жоқсың. Шарап ішізіп, алдап барып пенде еттің. Онда маған қайдамысаң, ай етемін. Қанға қаншама тоғысыз болсаң да, адам қанын сусыны қанғанша ішкізеді. Тек шайқасуды таңдады. Менің оның есіне жиып, не болған түсінгенде, қасында тұрған парсы жауынгерінің бізде бірінші жұптық тапсырма. Яғни тарихи шындық айтады, сендер жұп болып осы сәйкестендіру керек. Şimdi мәжбүр. Бұл жерде кітаппен жұмыс істейсіздер. Кітапта барлық мәтін осы жерде комикстің жауап береді. Сақ патшаның бізде барлық жауынгер. Ал помидор. Не dinlere geldi. Ескеретін бұл жерде Gemini және де ChatGPT платформалар қолдануға болады. Яғни сендер бұл сұхбат арқылы Геродот пен Помидордың Томирис туралы пікіріне тұлғалық бейнесін аштыңдар. Жарайсыңдар, атырауыңдар. Келесі екінші сұрақ. Міне сендердің бұл комикстарда бірінші Кир патшасы, яғни Кирдің елшілерінің келуі, яғни Томириске құда сурет деген бейнесі. Екінші сурет ол жауапқа екінші посыл. Мен әйел болғанға садағатты қоштан пайдана аламын және ер адамдарға әйел адам патша болуды өтіндедім. Келесі бізде. Сәлем, менің есімім Томирис. Бұл суретке мен атқасында болдым. Мен 5 жасымнан бастап атқан өмірді өттім. Яғни сендер әр суретке өздерің пікірлерін жаздыңдар, жарайсыңдар, отырғандар. Енді бір-біріміздің тобымызды бағалайықшы. Бәрі дұрыс, бәрі түсінікті болды. Бәрі дұрыс, бәрі түсінікті болса. Бәрімізге солай ма? Өздеріңе сұхбаттандыру. Екінші топ. Бірінші топты бағалаймыз. Және. Бұл жерде сұхбат түсінікті болды және күшті. Тағы да айтатындар бар ма? Едіме? Бірінші топ сұхбатты өте қызықты және түсінікті болып жасаған. Енді біз де екінші топты бағалайық. Айдың бағалайық. Осы комплекс өте удобный шықты. Мен осы топқа 3 ұпай бердім. Жарайсың. Еске айтылған тарихшылардың бағасы. Неліктен осы Томирис есімі халық аузында, яғни әлі күнге дейін сақталады және Томиристі біздің қазақ халқы жалпы біледі. Сол туралы, яғни өздерінің ойларында дәптер жазасыңдар. Қысқаша ғана.